Қайырлы күн оқушыларым, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілі 3-тоқсан 1-ші БЖБ-ны талдайтын боламыз. Сіздермен бірге әдеттегідей Ақтау Бейсенбай қызы. Каналға подписаться етіп, все батырмасын басып қойыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік сіздермен 3-тоқсанда 1-ші БЖБ-да listening тыңдау және speaking болмақ. Listening. Listen to the story and fill in the gaps with the words from the box. One word is odd. Яғни, әңгімені тыңдаймыз және мына жердегі бос орындарды лайықты сөзбен қойып шығуымыз керек. Қызылмен жазылған сөздердің барлығы жауаптары. Сондықтан бірден жауапты белгілеп кеттім. Тыңдалымды мен описание бөліміне сілтеме етіп қалдыратын боламын. Бокстың ішіндегі сөздер spring, көктем, a wall, қабырға, autumn, күз, winter, қыс, a lovely garden, сүйкімді бақша, a hole, тесік. Осы сөздердің бірін лайықты жерге қоямыз, бірақ біреуі артық сөз. Selfish, the selfish giant, өзімшіл алып, немесе эгоистичный гигант. The giant has got a lovely garden. Алыптың сүйкімді бақшасы бар. The children want to play in the garden, but the giant is selfish. Балалар осы бақшада ойнағысы келеді, бірақ алып өзімшіл. It is my garden, he says. Бұл менің бақшам, дейді бал. Ол, I don't want the children in here. Балалардың бұл жерде болғанын қаламаймын. He builds a wall around the garden. Бақшаның айналасына қоршау соғып қойды. In spring there are no flowers or birds in the giant's garden. Көктемде ол жерде не гүлдер, не құстар жоқ екен бұл алыптың бақшасында. Ауласында точнее. It is winter all year. Жыл бойы бұл жерде қыс болып тұр. The giant isn't happy. Алыптың көңіл күйі жоқ. Then one day the children find a hole in the wall. Сосын бір күні балалар қабырғадағы бір тесікті тауып алады. They go in and play. Олар сол арқылы кіреді де ойнайды. The giant hears children in his garden. There are no birds and flowers too. Алып балалардың ойнап жүргенін естеді. Сосын ол жерде не құстар да, не гүлдер де жоқ. Сосын the giant is happy because it is spring again. Ал сондай бір бақытты көңіл күйде болды, өйткені тағы да көктем келді. This is your garden now, children, he says. The children are happy and the giant is not selfish. Бұл сендердің бақшаларың, қазір балалар, деді ол. Балалар сондай көңілді, ал алып бұдан әрі қарай өзімшіл болған жоқ. Мінекей тыңдалым осылай балалар. Мен тыңдалымды сіздер практис жасау үшін мен сілтемесін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Ал қазір speaking, айтылым. Task 2, look at the pictures below. Төмендегі суреттерге қараймыз балалар. Суреттеріне әдемі суреттер, солай ғой. Choose one and answer the following questions. Осы жердегі суреттің біреуін ғана таңдап аламыз және келесі сұрақтарға жауап бересіздер. Answer the following questions. What do you know about cartoons below? Төмендегі мультфильмне ертегілер туралы не білесіз? Speak about one of the cartoons. Өзіңіз білетін мультфильмді, яғни ертегіні таңдап алыңыз. Өзіңіз көрген, өзіңіз білетін, ішінде кейіпкерлердің аттарын білетін деген секілді, өзіңізге ұнайтын ертегіні таңдап алыңыз, сосын сол ертегі туралы айтатын боласыз. Сізге мына сұрақтар, осы ертегіні айту үшін мына сұрақтар сізге көмек береді. The following questions will help you to organize this page. Why do you like this cartoon? Неге сізге бұл мультфильм ұнайды ертегі? Who are the main heroes? Бұл жерде негізгі кейіпкерлі данышпандары кім? What is this cartoon about? Бұл ертегі не туралы? Which part do you like most and why? Сізге осы ертегінің қай бөлігі ұнайды және неліктен? Осы сұрақтарға біз жауап беруіміз керек, Сіздерге мен дайындап қойдым, мен ішінен өзіме ұнаған көрген фильм таңдап алдым, ол менде Симба арыстан туралы болады. So, what do you like this cartoon?
I love The Lion King because it has amazing scenes and the moments. Also, animation is perfect. Who is the main hero? Түсінікті деп ойлаймын, иә, бірінші сұрақтың жауабы. Маған осы Lion King, яғни арыстан королі тура ұнайды, осы ертегі ұнайды, өйткені бұда керемет қойылымдар мен моменттер бар. Және де ол жерде анимация керемет жасалынған. Who are the main heroes? Негізгі басты кейіпкері кім? Данышпандары кім немесе, иә? Геройлары. Mufasa and his smart son Simba. Мына жерде кішкене қателік кетіп қалыпты. Son болу керек. Sorry. Mufasa және оның ақылды ұлы Simba. What is this cartoon about? Бұл мультфильм не туралы. This cartoon is the story of little lion Simba. He was only son of Mufasa, the king of the Pride Lands. Mufasa was a very wise king. He taught Simba a lot about being a king when they were walking around the Pride Lands. Яғни бұл ертегі не туралы? Бұл ертегі арыстан Симба, кішкентай арыстан Симба туралы әңгіме, иә? Ертегі ол Муфасаның жалғыз ұлы болады, яғни ол Pride Lands'тың жаңағы жердің, не Pride Lands, Pride деген жердің королі. Муфаса ол жердегі өте ақылды хан. Ол Симбаға көп нәрсе осы хан туралы, хан болудың жолдарын айтады. Pride Lands'та жүрген кезде. Which part do you like most and why? Осы ертегінің қай жері сізге ұнайды және не үшін? I like the part when Simba met his new friends, Wasak Pumba and the Meerkat Timon, also meeting with the lioness Nala. Деп жауап береді екенбіз. Жалпы маған Симбаның әсіресе өзінің достарымен Пумба мен Тимон кездестірген кездегі сәт ұнайды, иә? Және де Нала арыстан львица дейді ғой, иә, арыстан қызбен жолыққаны ұнайды деп кішкене 5-ші сыныпқа арналған жауаптармен бердім. Егер сіздерге жауап ұнаса, бұл видеоролик ұнаған болса, лайк басыңыздар және комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ақнар Бейсенбайқызы. Алда кездескенше сау саламатта болыңыздар.